Баршаларыңызға қайырлы күн, Меруерт асханасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ерекше дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Тефтелиден соңына дейін бірге болуды сұранамын. Қазанымызды отқа қойып, биязымызды салып, сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Сіздермен бірге ерекше дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Тефтелиден арнамнан ажырамай, соңына дейін бірге болыңыздар. Бір қасық томат пастасын салып, жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Қандай тағам жасарыңызды білмей отырсаңыз, сізге бір осындай ыссы тағамды ұсынамын. Тефтелиден оңай, тез дайындала қоятын өте керемет сорпаның бірі. Менде қатырылған тәтті бұрыш. Жақсылап тұрып, араластырып алатын болам. Сізде тәтті бұрыш болмаса, балғын күйінде салсаңыздарды өте дәмді, ерекше болып шығады. Суымызды қазанымыздың орта бетінен құятын боламыз. Баяу отта қойып, орташа отта қойып, бір қайнатып алатын боламыз. Татымына қарай тұзыңызды, қара бұрышыңызды, паприкаңызды салсаңыздар болады. Мен бір роллтын салдым. Бір қайнатып алғаннан кейін дайындап қойған көкөністеріңізді сала берсеңіздер болады. Егер сіздер ұнатсаңыздар, сәбіз, аз ғана орамшапырақтан қоссаңыздар болады. Мен тек қана картоп қостым. Осындай қатырылып қойған тефтелиді салам. Енді сіз отбасыңыздың көлеміне қарай салсаңыздар болады. Мен 4-5 адамға жасағандықтан осындай көлемде салып жатырмын. Енді дәмі дейтін өте керемет болып шығады. Көп уақытыңызды да алмайды. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналды дамытуды көмек қолын созсаңыздар деймін. Тамағымыздың одан әрі дәмді болуы үшін мен укроп пайдаландым. Осындай еді видеодағыдай ұсақтап турап аласыздар да. Өшіруге 1-2 минут қалғанда укропыңызды салып, бір араластырып, астын өшіре қоясыздар. Менің каналымда түрлі дәмді, өте дәмді рецепттер көп. Сіздерге менің каналымнан жасауды кеңес етемін. Міне біздің тамағымыз дайын болып қалды. 30 минут, 35 минуттың көлемінде тез арада дайын болатын тағам. Енді жаңағы турап қойған укропымызды салатын боламыз. 1-2 минут қайнатып алғаннан кейін әдемі ыдысымызға құйып, дастарханымызға сұна береміз. Аскөктің өзі де ерекше тағамға дәм береді. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Сіздерге тағы бір ыссы тағамның рецебін көрсетемін. Тек видеомды соңына дейін көріп, қолдау білдіріп отырсаңыздар деймін. Мен дайын болған тамағымызды тәрлігімізге құйып, отбасымызға, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Ас болсын, келесі кездескенше сау саламатта болайық. Айтқанымдай тағы бір рецеппен бөлісетін боламын. Картоптан тефтели дайындайтын боламыз. Қою тағамның бір түрі. Ерекше дәмді болып шығады. Бізге керекті сиыр етінің тартылған еті.
Дәміне қарай тұзыңызды, бұрышыңызды, паприкаңызды, өзіңізге ұнаған приправалардан салсаңыздар болады. Жақсылап тұрып, езіп, одан кейін қолыңызбен ұрғылау арқылы біріктіріп аласыз. Сіздерде әдемі форма дайын болуы керек. Осылай соқсаңыздар, сіздің тефтеліңіздің формасын жақсы ұстайтын болады. Пісірген кезде де ажырап кетпейді. Міне, дайындап алдық. Енді кішкентай формаларды дайындайтын боламыз. Қатты қолыңызбен қысып жасаңыздар болады. Егер ұнатсаңыз, күрішті де қоссаңыздар болады. Мен күріш қоспадым. Бұл тағамды да ерекше тез дайындалатын тағамның бірі. Мен отбасымның көлеміне қарай дайындап жатырмын. Егер сіздің отбасыңызда адам саны көп болатын болса, бұдан да көп етіп дайындасаңыздар болады. Қандай тағам жасарыңызды білмей отырсаңыз, сізге де бір плюс тағам дәл осындай етіп жасап, ерекшелендіріп жасап дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Біздің дептерімізді жақсылап тұрып, дөңгелектеп дайындап алдық. Ысып тұрған майымызға жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Жаңа түскен жас келін болсаңыз, не тағам жасарыңызды білмей отырсаңыз, дәл осындай етіп дәмді тағам жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Қазіргі таңда бәрі жақсы, YouTube каналда түрлі рецептер бар. Ерекше етіп, дәмді етіп, күнде әртүрлі тағаммен қуансаңыз болады. Менің каналымда да тіркелуді ұмытпаңыздар, сізге пайдасы тиеді деген ойдамын. Тефтеліміздің барлығын қуырып алдық. Енді бір дана биязымызды сақтап турап алатын боламыз.
биязымызды тефтелейіміздің үстіне салып, жақсылап тұрып, биязымыз сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Осы тағам маған қатты ұнайды, көп уақыттарыңызды алмайды. Менің каналымда тез-тез дайындалатын жақсы тағамдар рецептері өте көп. Менде қатырылған қызанақ, сіздер бір қасық томат қоссаңыздар болады. Картопларыңызды осындай ұсақтап етіп турап алып, үстіне салып, бірге қуыратын боласыздар. Дәміне қарай аз ғана тұзымды, қара бұрышымды салдым. Көп қоспадым, өйткені көрдіңіздер, тефтелейімде аз ғана тұз бен бұрыш салған болатынмын. Осындай ас көктен пайдаландым. Сіздер петрушка, кинза немесе укроп салсаңыздар тіптен керемет болады. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ерекше тез дайындалатын тағамдардың бірі. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Ас болсын.